Құрметті менің оқырмандарым, қазір мен осы білім кластан балалардың кэшбэгін өзінің счетына қалай аударуды үйрететін боламын. Ол үшін алдымен баланың счетында осы жерде операция деген бар. Сол операцияны басамыз. Осы жерде между своими счетам дегенге кіреміз. Және выберите счет деген жерде балаларыңыздың кэшбэгін таңдап аласыздар. Енді осы кэшбэгті баланың Power картына ауыстырып аласыздар. Қазір осы жерде бізде 700 теңге кэшбэг бар екен, сол 700 теңгені Power картқа аударып аламыз. Енді осы Power картада 700 теңгесі түсті. Енді осы 700 теңгені Каспий картасына аударып алуға болады. Ол үшін қайтадан осыған барамыз. Және по номеру телефона с картой дегенге кіреміз. Осы жерде өзінің Каспий картасына саламыз. Қандай картаң? Енді балаңыздың счетындағы кэшбэкті Power картқа аударып болғаннан кейін осы жердегі ақшаны Каспийге аударуға болады. Ол үшін переводқа кіреміз. Осы жерде по номеру телефона с картой дегенге кіріп, осы жерден мысалы мен өзімнің Каспийіме аударып аламын. 79. Осы жерде Freedom Bank деп шығады. Енді Freedom Bank емес, Visa деген таңдайсыздар. Сол кезде Каспий банк шығады. Осы жерден 700 теңгеңізді теріп, кэшбэктегі Каспийге тастаймыз. Каспийге түскеннен кейін баланың өзіне Каспийіне, детский Каспийіне аударып бере бересіздер.